Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ورب زدنا علما. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Иншалла Аллахтың қалауымен бүгін біз сіздерменен араб тілі синтаксисіне, яғни наху ғылымына арналған Әл-Әжрумия кітабының шархын арғата жалғастыратын боламыз. Өткен дәрістерде біз аламат рафке өткен едік. Енді бүгін аламат насфке тоқталамыз. Аламат ва насф. Ули насфи хамсу аламат. Аль-фатхату, вал-алифу, вал-касрату, вал-яу, ва хазфу нун. Сөйлемнің құрамында келген сөздің насф халінде тұрғандығын білдіретін 5 түрлі аламат белгі бар екен. Олар: біріншісі аль-фатха, екіншісі алиф, үшіншісі касра, төртіншісі я және бесіншісі хазф ан-нун. Иншалла осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, қай уақытта қайсы белгі қандай сөздің белгісі болатындығын түсіндіреміз. Бірінші фатха. فأما الفتحة فتكون علامة لنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Фатха насбтың белгісі ретінде 3 жағдайда қолданылады екен. Біріншісі алисмул муфрад, екіншісі жама ат-таксир, үшіншісі фи'л мудари. Осы жақтағы етістік егерде оның алдында насып келетін болса, және оның ақырында ешқандай да қосымша мағына білдіретін қосымшалар жалғанбаса. Осылардың ішінде исмул муфрадқа тоқталамыз. Исмул муфрад, яғни жекеше түрде тұрған сөз. Жекеше түрде тұрған сөздің насып халінде тұрғандығын білдіретін бізде фатха болып табылады екен. Мысалы келтіретін болсақ: инна Мухаммадан Расулуллах. Расында да Мұхаммад Аллахтың елшісі. Осы сөйлемдегі Мұхаммад деген сөз екінші исм муфрад. Сөйлемде иннаның исмінің қызметін атқарып тұр. Ал иннаның исмі бізде насып халінде келу керек. Мұхаммад жекеше сөз болғандықтан, яғни исм муфрад болғандықтан, оның насып халінде тұрғанын анықтайтын бізде белгі фатха екен. Инна Мұхаммадан. Сөйлемге иғраб жасаған уақытта Мұхаммадан исму инна мансубун аламату насбихи аль-фатхату лахирату аля ахирихи деп иғраб жасаймыз. Өткен дәрістерде айтқан болатымыз, бізде осы фатхадан макасра сөйлемде екі түрлі сөздің соңға харакат болып келген кезде екі түрлі жағдайда қолданылады. Біріншісі ол захир, екіншісі мұқаддар. Мұқаддар болуына 3 түрлі себебі болған, оны айтып өткен болатымыз. Соған бір мысал келтірсек: Раайту аль-фата фил масджид. Мен жас жігітті мешітте көрдім. Осы сөйлемдегі фата деген сөз мафулун бихи, яғни толықтауыш болып тұр. Толықтауыш мафулун бихи араб тілінде насып халінде келу керек. Насып халінде келгендігін белгісі ретінде мына жердегі тұрған алиф мақсураның үстінде біз оқылмайтын және жазылмайтын фатха. Иғраб жасаған уақытта райтул фата, аль-фата мафулун бихи мансубун аламатун насбихи
el-fathatul muqaddaratu ala ahirihi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur deb i'rab жасаймыз. Yani kez kelgen ism mufrad nasb halinde kelетін болса, оның nasb halinde тұрғандығын білдіретін белгі фатха болып табылады екен. Екінші бізде жама ат-таксир. Өткен дәрісте айттық, араб тілінде көпше түрді екіге бөлеміз. Дұрыс көпше түр және бұрыс көпше түр деп. Дұрыс көпше түр екіге бөлінеді. Аталық текке арналған дұрыс көпше түр және аналық текке арналған дұрыс көпше түр. Яғни жаму музаккар салим және жаму муаннас салим. Және бұрыс көпше түр ол жама таксир деп аталады. Осы жама таксирдің насб халінде келгендігін білдіретін белгі ол фатха болып табылады екен. Мысал келтірсек. Иннал al-kusala yufsiduna al-mujtama. Расында да жалқау адамдар қоғамды бұзады. Осы сөйлемдегі кусала сөзі иннаның исмінің қызметін атқарып тұр. Алдында мысалда айтып кеткенімізде иннаның исімі әр уақытта да насб халінде келуі қажет. Бірақ мына сөйлемде қарап тұратын болсақ, кусала деген сөздің соңындағы фатха көрінбей тұр. Оның көрінбеуіне себеп тааззур. Сонда i'rab жасаған уақытта кусала исму инна мансубун аламату насбихи al-fathatul muqaddaratu ala akhirihi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur деп i'rab жасаймыз. Бұл келтірген мысал біздегі осы фатханың көрінбей тұрған халдегі келтірген мысал болатын. Енді захир кезіндегі мысал келтірсек. Мысалыға Раайту ар-риджала Раайту риджала фи ал-мадраса. Мен ер кісілерді медреседе көрдім. Осы сөйлемдегі риджал деген сөз мафулун бихи. Мафулун бихи, яғни толықтауыш, мансуб халінде келеді. Мансуб халінде келгендігін белгісі ретінде бізде мына жерде фатха жүр. Не үшін фатха? Осы сөзде насб халінің белгісі болып тұр. Өйткені риджал деген сөз, ол ражул деген сөздің көпше түрі, яғни ер адам деген сөз, ер адамдар деген көпше түрде келген сөз. Және бұл бізде жама таксир болып тұр. Жалпы осы жерде бір ескертіп кететін нәрсе, арабтың тілі ол флективті тілдер тобына жатады, яғни қопармалы тілдер. Араб тіліндегі түбір сөзге қосымшалар, яғни мағына үстейтін немесе мағынасына басқа мағынаға ауыстыратын қосымшалардың барлықтары ол сөйлемнің түбірінің басында, ортасында және соңына да кіре беру мүмкін. Сондықтан да бұл тілді біз қопармалы тіл немесе флективті тілдер деп атаймыз. Ал қазақ тілі және түркі тілдерінің бағыттары бізде ол жалғамалы тілдерге жатады. Оны түбір сақталады дағаны, қосымшалардың бәрі соңына қосылып отырады. Бұл нәрсені араб тілін үйренушілер ескеріп отырулары тиіс. Енді фатханың насб халінде белгісі ретінде жүретін үшінші жағдай ол бізде фи'л мудари. Осы шақтағы етістік. Осы шақта етістіктің насб халінде келгендігін білдіретін фатха мындай жағдайларда орын алады. Бірінші, оның алдында насып келу керек. Насып деген нәрсе не? Насып фи'л мудари'ты насып халіне тұруына немесе насып халіне өзгеруіне
себеп болатын фактор. Ол бізде тақырып болады, арнайы иншалла тоқталамыз, науасибул мудари деген. Сол кезде осы науасиптерге тоқталамыз. Қазір бір мысал келтіретін болсақ, оған мысалыға уриду ан ахуджа фи هذه السنة. Мен биыл қажылық жасағым келеді. Осы сөйлемдегі ахуджа деген етістік осы жақта тұр. Және ол бізде соңғы харакаты фатха болып тұр. Бұның соңғы харакатының фатха болуына себеп ан. Осы ан харфы, көмекші сөзі. Аны насип және мастария деп атаймыз. Оған да кеңірек Құдай қаласа сол науасиб мудари деген тақырыпта тоқталамыз. Осы жердегі ан бізде насиптің қызметін атқарып. Яғни осы жақта тұрған етістіктің алдында анның келгендіктен бұл етістік насип халінде тұр, және насип халінде тұрған белгісі ретінде фатха жүр. Иғраб жасаған уақытта ахуджа фи'л мудари мансубун аламату насбихи аль-фатхату захирату аля ахирихи деп иғраб жасаймыз. Екінші шарты ол бізде уәләм яттасил би ахирихи шей деген. Бұл нәрсе араб тілінде етістіктің жіктелу барысында етістіктің соңына кейбір қосымшалар қосылады. Олар яул мухатаба, алифул иснейни, ваул жамаа, нуну нисва және нуну таукид. Осы 5 нәрсе. Егер етістіктің соңына осы аталған 5 нәрсе жалғанатын болса, онда ол етістіктің насып халінде тұрғандығының белгісі ретінде бізде фатха жүрмейді. Басқа белгілер болады. Иншалла оған өзі реті келген уақытта сол дәрістерде кеңінен тоқталамыз. Әзірге есте сақтауымыз керек нәрсе, осы жақта тұрған етістік насып халінде тұрған уақытта оның насып халінде тұрғандығының белгісі ретінде фатха жүреді екен. Қай уақытта, егерде оның алдына насып келетін болса, яғни осы етістікті насып халінде өзгеруіне немесе насып халіне түсуіне себепші болған фактор. Екінші, осы етістіктің соңына яул мухатаба, яғни екілік түрде кешіріңіздер, яғни екінші жақтағы әйел тегін білдіретін қосымша яул мухатаба болмау керек, және алифул иснейн екілік түрде тұрған етістік болмау керек, және ваул жамаа көпше түрде тұрған вау жамаға жалғанатын сендер немесе олар деп келетін етістік болмау керек, және нуну нисва көпшеде түрде тұрған әйел тегін білдіретін етістік болмау керек, және ол етістікке қосымша үстеме мағына, күшейтпелі мағына қосатын нуну таукид болмау керек. Иншалла оларға тоқталатын боламыз. Сонымен бізде фатха 3 түрлі жағдайда насып халінің белгісі ретінде жүреді екен. Біріншісі исмул муфрад, екіншісі жама таксир, үшіншісі фи'л мудари. Ида дахала алейхи насибун уәләм яттаси би ахирихи шей, оның алдында насып келетін болса, және одан кейін ешқандай да қосымша жалғанбаса. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil аламин.